Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге белгілі бір санның процентін табуды үйрететін боламын. Әрине бұны кейбір кісілер жақсы біледі, десек те кейбір жандар білмей жатады. Сол кісілерге пайдалы болсын деген ниетпен қарапайым жолдарын көрсетейін. Ол үшін сізге үнемі жаныңыздан табылатын смартфоныңыз болса жеткілікті. Қазір мен сіздерге санның процентін табудың екі түрін көрсетейін. Бірінші түрі: мысалға, сіз бір кісімен келісіп, 300 мың теңгенің 45% сізге тиесілі болды делік. Яғни 300 мың теңгенің 45% қанша болады есептеп көрейік. 300 мың теңгені жазамыз, көбейтілген 45%. 135 мың теңге сізге тиесілі. Яғни 300 мың теңгенің 45% 135 мың теңге. Бұл бірінші көрсетілу жолы. Ал енді екінші шығарылу жолы: 300 мың теңгені бөлеміз 100-ге. Тең болады 3000 көбейтілген 45.